Шоқан Уәлиханов кітапханасында ақын Олжас Отардың «Ауырмайды жүрек» атты жаңа кітабының таныстырылымы өтті. Рухани кешке әдебиет пен өнердің көрнекті өкілдері, зиялы қауым, айтыскер ақындар мен оқырмандар қатысты. Кітапта ақынның жүрегін жарып шыққан жырлары мен айтыс сахнасында айтқан қайталанбас орамды ойлары жинақталған. Рухани кешке әріптесім Қасымжан Байкүшеков те қатысты. Сюжет көрейік. Төрт бірдей саланың үздігі Олжас Отар мемлекеттік қызмет пен өнерді қатар алып жүрген азамат. «Ауырмайды жүрек» автордың ең алғашқы жыр жинағы. Бұл кітапта өмір, махаббат, адам жанының иірімдері, ішкі толғаныс пен таңдау тақырыбы терең әрі шұрайлы тілмен өрілген. Ақынның өлеңдері сезім мен ойдың үйлесімі арқылы оқырманын өзіне жетелейді. Бала кезден кітап оқып өстік қой. Ең көп мен оқығаным Сайын Мұратбеков, Ермек Соқпақбаев, Шерхан Мұртаза. Сонда армандайтын, сол кездегі ақын жазушылардың жаңағы осындай кездесу өтіп, кітап шығарса, сіздерге сол бір күн болса деп. Сол күніне туып тұр, Аллаға шүкір. Сол 2012 жылы «Ауырмай жүрек» әні кетіп қазақ даласын тербеді ғой. Марал Ұлтай ағамыз айтып еді, сен тарихта алған ақынсың деп. Аға, бір кітабын шықпаған, қаяқта мен ақынмын деген кезде бір өлеңімді кәріден жасқа дейін айтып жатыр, ал 10 томның кітабы шығып, оны жатқа білетін ешкім жоқ. Оған қараған сен тарихта алған ақынсың. Аллаға шүкір. Кеш барысында ақынның шығармашылық жолы туралы бейнеролик көрсетіліп, Олжас Отардың көпшілікке танымал ақынға «Ауырмайды жүрек» алғыс әндері орындалды. Рухани кешке жиылған әдеби орта өкілдері өздерінің жүрек жарды пікірлерін білдірді. Алматының төрінен ақ боранда, ақ қарда арқылап, атамен кейінге басып, сол кеселін өткізіп отқан өте қуаныштымыз. Шығармашылық табыс дейміз. Сондықтан бұның үлкен асар асу алды деп ойлаймыз. Соған тілеулеспіз. Сондықтан біреміз. Мысалға, 3 саланың үздігі де болып жүрген. Өзі бір аудан, Талас ауданының құрметті азаматы. Бұның барлығы да бекерден бекер келмейді. Ол өнеріне, ол өнермен қатар өзінің үлкен әулетінің бір азаматтығы да бар. Таныстырылымнан кейін ақын Олжас Отар кітаптың жазылу тарихына тоқталып, шығармашылық ізденіс жолындағы ойлармен бөлісті. Бала кезден өлеңді өмірлік серік еткенін, төл өнеріміз айтыс арқылы танылғанын, бүгінде белгілі сазгерлермен жұмыс жасайтынын жеткізді. Мемлекеттік қызмет пен өнерді қатар алып жүрген жерлесіміз үшін бұл жинақ рухани еңбектің жемісі. Қасымжан Байкүшеков, Толжан Төлегенов, Айқын ақпарат.